Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есімім Жазира. Бүгін сіздерге мемлекеттік қызметке түсу жайында толығырақ ақпарат беріп өтемін. Қазіргі уақытта Ақмола облысында мемлекеттік қызметке іріктеу пилоттық режимде жүзеге асырылады. Бұл пилоттық режим 2023 жылдың 1 наурызынан бастап енгізілді. Бірақ барлық мемлекеттік органдар бұл жүйеге әлі кіріп үлгерген жоқ. Соңғы мемлекеттік органдар осы жылдың шілде айынан бастап қосылады. Яғни осы жылдың шілдесінен бастап барлық мемлекеттік органдарда пилоттық режим жүзеге асырылады. Пилоттық режим дегеніміз бұл мемлекеттік қызметке іріктеудің уақытша қағидалары аясында e-қызмет gov.kz жүйесінде мемлекеттік қызметке іріктеу. Яғни барлық кандидаттар, яғни мемлекеттік қызметке түскісі келсе, жалпы конкурс арқылы тек онлайн режимде e-қызмет gov.kz порталы арқылы қатыса алады. Кандидаттар іріктеуге қатысу үшін ең алдымен осы e-қызмет жүйесінде ЭЦП арқылы тіркелуі тиіс. ЭЦП арқылы тіркелгеннен кейін оларға әрбір кандидатқа өзіне ID номер тағайындалады. Бұл ID номер олардың жаңағы конкурсқа қатысқан кездегі жеке басына қатысты ақпараттарды жасыру үшін қажет. Тіркелгеннен кейін ең әуелі кандидаттарға резюмелерін толтыру керек, яғни түйіндемесін толтыру керек. Түйіндемені толтырған кезде ең бірінші кезекте кандидаттар өздерінің білімдеріне қатысты, яғни дипломдарын жүктеу керек. Диплом дегенде бұл жаңағы Каспий KZ немесе eGov Mobile бағдарламаларынан алынған дипломдар емес, жаңағы оригинал дипломның көшірмесі болу керек, сканерленген нұсқасы. Яғни университет ұсынатын дипломның бірінші беті, корешогы және қосымшалары. Қосымшаларын барлығын емес, тек бір тілде ғана жүктеуге болады. Ең бастысы жаңағы бірінші бетімен, негізгі бетімен жаңағы қосымшасы бір файлда болу керек. Солай кандидат өзінің түйіндемесіне дипломын жүктейді, университетін, жаңағы колледжінің атауын бәрін көрсетеді. Содан кейін оқыған жылдарын, мамандығының кодын бәрін көрсетеді. Содан кейін ол егерде кандидаттың еңбек өтілі болған жағдайда, онда жаңағы осы порталдағы еңбек жолына қатысты мәліметтерді толтырады. Әрбір жұмыс орнын, жаңағы қай жылдары, қай уақытта, қай күннен қай күнге дейін, қандай лауазымда, қандай мемлекеттік органда, не болмаса қандай да бір мекемеде, жеке ұйымда болсын, жұмыс істегенін бәрін көрсетеді. Содан кейін жаңағы еңбек өтілін растайтын құжат болу керек. Міндетті түрде ол не болмаса еңбек кітапша, жаңағы зейнеткерлік жаңағы түсімдерге қатысты анықтама, тағы да басқа. Бұл құжаттардың тізімін жаңағы еңбек кодексіндегі 35-ші баптан көруге болады. Негізі барлық көбінесе кандидаттар осы еңбек кітапшасын жүктейді. Еңбек кітапшасын жүктеген кезде барлық беттерін бір файлға салу керек. Тағы да бір айтып өтетін маңызды жайт, кандидаттар осы порталда іріктеуге қатысу үшін өзінің техникалық жағдайын өздігінен қамтамасыз етуі тиіс. Ол интернет белгілі бір жаңағы 5 мегабайттан төмен емес жылдамдықтағы интернет, содан кейін жаңағы компьютер, не болмаса ноутбук веб-камерасымен бірге және Chrome браузері болу керек, содан кейін жаңағы микрофон дұрыс жұмыс істеу керек. Жалпы алғанда кандидаттар өзінің техникалық мүмкіндігін жаңағы өздігінен қамтамасыз етіп қана қоймай, оның сапасы үшін өздігінен жауап береді. Егерде жаңағы интернет жылдамдығына қатысты, не болмаса компьютердің жұмысына қатысты бір ақаулықтар орын алған жағдайда, бұл кандидаттың өзінің жеке жауапкершілігі болып табылады. Ары қарай кандидаттар жалпы іріктеуге қатысу үшін түйіндемені толтырып болғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасын және мемлекеттік тілін білуіне қатысты тестілеуден өтуі тиіс. Бұл тестілеуден өту үшін осы порталда тестілеу бөлімінде өтінім қалдыру керек. Өтінім қалдырған кезде кандидат өздігінен уақытын және күнін таңдайды. Ары қарай егерде жаңағы Ары қарай кандидаттар осы тестілеуден өтеді. Жалпы тестілеу бір ғана бағдарламадан тұрады. Егерде бұрынғы бағдарламаларға сәйкес тестілеу 3 бағдарламадан құралған болса, қазіргі уақытта бұл тек қана бір бағдарламаны құрайды. Бұл бағдарламаның ішіне
бар болғаны 4 заңнама кіреді. Ол Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заңы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңы және әдеп кодексі. Осы 4 заңнама бойынша жалпы алғанда 55 сұрақ қойылады. Осы 55 сұрақтың кемінде 30 балын жинау керек ішінде, бірақ соның өзінде әрбір заңнама бойынша кемінде 5 балдан болу керек. Егер кандидат осы шекті мәннен өте алмаған жағдайда, онда ол тестілеуді 3 күннен кейін қайтадан тапсыра алады. Егер шекті мәннен өткен жағдайда, онда ол әрі қарай жаңағы конкурстарға қатыса алады. Конкурстарға қатысу үшін кандидаттар порталдағы бос лауазымдар бөліміне кіріп, жаңағы лауазымдармен таныса алады. Әрбір лауазымды ашқан жағдайда кандидат жаңағы конкурстың кезеңдерін, лауазымға қойылатын біліктілік талаптарын, оның ішінде біліміне, еңбек өтіліне қатысты талаптарды көре алады, функционалдық міндеттерін көре алады. Егер де кандидат өзінің мамандығы бойынша осы лауазымға сәйкес келіп тұрса, онда ол конкурсқа жаңағы өтінім білдіре алады. Өтінім білдірген кезде жүйе оған автомат түрде келесі кезеңге, яғни жеке қасиеттерін бағалау бойынша тестілеуден өту кезеңіне жазылуға мүмкіндік береді. Егер кандидат тестілеуге жаңағы сәтті жазылған болса, әрі қарай ол күтуі тиіс. Мысалы, осы лауазымға қатысты құжаттар қабылдау күні аяқталғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде кадр қызметі осы жаңағы кандидаттың құжаттарын тексереді. Егер ол осы лауазымға барлық талаптар бойынша сәйкес келіп тұрса, онда ол әрі қарай конкурсқа қатыса алады. Егер қандайда бір себептермен, мысалы, еңбек өтілі бойынша, білімі бойынша, тағы да басқа себептермен бұл лауазымға сәйкес келмей тұрса, онда кадр қызметі оны конкурстан өткізбейді. Жеке қасиеттерін бағалау бойынша тестілеу, ол жаңағы кандидаттың күйзеліске төзімділік, жауапкершілік сияқты қасиеттерін, тағы да басқа қасиеттерін бағалау үшін ұйымдастырылатын тест. Бұл тестілеу барысында кандидатқа 150 сұрақ қойылады. Егер ол барлық сұрақтарға жаңағы дұрыс жауап берген болса, онда кандидат жалпы бұл тестілеуден 50% жинау керек. Дәлелдік деңгейі бойынша 50% жинау керек. Егер кандидат осы деңгейден асып тұрса, онда ол әрі қарай конкурстарға қатыса алады. Келесі кезең ол мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс істеу кезеңі. Бұл кезеңде жалпы 50 сұрақ қойылады. 50 сұрақтың ішінде 25 сұрақ мәтіндік және 25 сұрақ сандық ақпаратпен жұмыс істеу бойынша тестілеу. Егер осы жалпы алғанда 50 сұрақтың ішінде кандидат 10 балл жинаса, 10 баллдан жоғары, онда ол әңгімелесуге қатысуға жіберілуі мүмкін. Алайда, егер де мысалы кандидат шекті мәннен өтіп тұрса, бірақ басқа кандидаттардың ішінде ең жоғары балл жинаған 3 кандидаттың ішіне ілеге алмаса, онда ол әңгімелесуге қатыса алмайды. Сонымен қатар тағы да бір айта кететін жайт, әрбір кезеңнің соңында жаңағы кандидаттың тестілеу барысы туралы ақпарат прокторға жіберіледі. Прокторлар сіздердің тестілеу барысындағы барлық әрекеттеріңізді тексереді. Егер де сіз тестілеу барысында басқа біреудің көмегін қолдансаңыз, біреумен сөйлессеңіз, тағы да басқа талаптарға қайшы келетін әрекеттер жасаған болсаңыз, проктор оны анықтайды және де сізді конкурстан қатысудан шығару мүмкін. Сондықтан тестілеуден өткен кезде қандай да болмасын кезең болса, осы қағидаларда айтылған талаптарды сақтау қажет. Әрі қарай, егер кандидат осы кезеңдердің барлығынан сәтті өткен болса, ол әңгімелесуге қатысады. Әрбір кандидатпен әңгімелесу осы порталда бейне байланыс арқылы жүзеге асырылады. Әңгімелесудің ұзақтығы 15 минутты құрайды. 15 минут ішінде конкурс комиссиясы мүшелері сіздерге түрлі сұрақтар қоюы мүмкін. Ол тек қана функционалдық бағытына қатысты емес, сонымен қатар сіздің бұрынғы жұмысыңызға, сіздің еңбек өтіліңізге, қазіргі мақсат міндеттеріңізге қатысты болуы мүмкін сұрақтар. Сондықтан осы әңгімелесу аяқталғаннан кейін, егер де сіз конкурстың жеңімпазы атансаңыз, онда сіз егер де конкурсқа жалғыз қатысқан болсаңыз, онда келесі жұмыс күннен бастап қабылдана аласыз лауазымға. Ал егер де басқа да кандидаттар қатысқан болса, онда 5 жұмыс күннен ары қарай
яғни 5 жұмыс күнінен 10 жұмыс күніне дейінгі аралықта тағайындала аласыз. Не себепті 5 жұмыс күні? Өйткені егерде мысалы сіз осы конкурста жеңімпаз атансаңыз, ал басқа кандидаттарда жаңағы осы конкурс нәтижелерімен келіспейтін жағдайлар болған жағдайда, оларға осы 5 жұмыс күні осы конкурс нәтижелеріне қатысты шағым білдіру үшін осындай уақыт беріледі. Егерде конкурс сәтті аяқталған болса, ары қарай сіз осы мемлекеттік органның кадр қызметімен байланысып, жұмысқа қай күні, қай уақытта шығу керектігі жайында келісе аласыз. Жалпы жұмысқа шығу уақыты ол мемлекеттік органның жаңағы сізбен келісу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Мысалы, егер сізге қолайлы болса, сіз 20 күннен кейін, 15 күннен кейін шыға аласыз. Оны сіз осы мемлекеттік органның басшылығымен келісуіңіз керек. Не болмаса, егер сіздің қазіргі жұмыс істеп жатқан жеріңізде сізге жаңағы 1 ай отработка қойған жағдайда, онда сіз сол жаңағы отработканы жасап, содан кейін келе аласыз. Мұның барлығы келісім арқылы жүзеге асырылады. Жалпы іріктеу талаптары осындай. Егерде осы іріктеуге қатысу бойынша тағы да бір қосымша сұрақтарыңыз туындап жатса, сіздер осы біздің департаментке хабарласа аласыздар, не болмаса жаңағы осы порталдың астыңғы жағында қолдау қызметі бар, Jiva Chat, сол Jiva Chatқа да хабарласа аласыздар.